Екінші сабаққа қош келдіңіздер қыздар. Бүгін біз өзіңіздің қолыңызға обработка жасап үйренетін боламыз. Алғашқы бастамасында біреудің қолына обработка жасау өте қорқынышты болып көрінгеннен кейін мен әуелі өздеріңіздің қолдарыңызға обработка жасап үйрететін боламын. Осының алдындағы бірінші сабақта таныстырып өткенімдей, біз осы пошерді алып, әуелі өсіп кеткен, жабысып жатқан еттерімізді тап осылай видеодағыдай жайлап ары қарай итеріп алатын боламыз. Өз қолдарыңызға өздеріңіз қалай ыңғайлы солай жасап көрулеріңізге болады. Қыздар, осы уақытта мен сіздерге пайдалы болып жатсам, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызға таратып отырыңыздар. Әлі де көптеген сіздерге пайдалы сабақтар түсіретін боламын. Гель покрытие, наращивание ногтей, педикюр, наращивание ресниц. Сіздерге не керектің барлығын мен сіздерге тегін салып отыратын боламын. Ендігі кезекте бізде пелкалау, яғни тырнағымыздың формасын шығарамыз. Менің тырнағыма квадрат, медаль дегендер келмейді. Тырнағым қысқа болғандықтан овал жасайтын боламын. Кішкентай овал. Дұрыстап видеоны бақылап қарап отырсаңыз, тырнағымның жандарында, кутикулум жандарына тырнағым қатты өсіп шығып кеткен. Соларды алып тастау арқылы мен әдемі доңғалақ овал шығаратын боламын. Осы жерден біз көре аламыз пелкаланған тырнақ пен пелкаланбаған тырнақтың қандай болып көрінетінін. Енді аппаратпен обработка жасайтын боламыз. Осының алдыңғы бірінші сабақта сіздерге аппаратты қалай қосып сөндіру керектігін үйреткен болатын. Содан қарап жұмыстарыңызды жасай берулеріңізге болады. Алғашқында өздеріңізге керекті скоростьпен жасайсыздар, яғни жай скоростьпен. Сіздер начинающий болғандықтан сразу бірден осындай қатты жылдамдықта жасай алмауларыңыз мүмкін.
Егер де сіз сол қолыңызға обработка жасайтын болсаңыз, оң қолыңыздың екі кішкентай саусағын сол қолыңызға дәл менікіндей етіп тіреп қойып обработка жасайсыз. Обработканы бастаған уақытта фрезаның ұшымен төменнен жоғарыға қарай немесе жоғарыдан төменге қарай жүру арқылы біз кутикулдарымыздың арасын ашатын боламыз. Өзіңізге қалай ыңғайлы солай жасайсыздар. Алдымен жай скороспен бастайсыз. Если сіз начинающий болатын болсаңыз, осылай кутикулдың арасымен ғана өтесіз. Тырнақтың пластинасына мүлдем тиюге болмайды, ато сіз өзіңіздің тырнағыңыздың пластинасын бүлдіріп алатын боласыз. Дәл осылай менің видеомдағыдай жай ғана скороспен бастайтын болсаңыз, өзіңіз-ақ ары қарай үйреніп кететін боласыз. Содан кейін уже фрезаны кері қарай итеріп, осылай еттерімізді жоғары қарай көтеретін боламыз. Оң жағымызда обработка жасап болғаннан кейін аппаратты сол жаққа ауыстырып, сол жағымызға жасайтын боламыз. Бағанағы түсіндіргенімдей жоғарыдан төменге қарай, төменнен жоғарыға қарай тіке кутикулдардың арасына фрезаны кіргізіп жүріп өтетін боламыз. Біз бұл жерде тек қана екі правиланы ұстау керекпіз. Біріншісі, жаңа айтқанымдай, екі саусағыңызды тіреп қойып жасайсыздар. Если саусақтарыңызды тіремейтін болсаңыздар, сіздерде контроль болмайды. Қолыңыз тайып, мына фрезаны, ұпышты фрезаны қолыңызға кіргізіп, заражение болуы мүмкін. Екінші правило, бізде мына тырнағымыздың пластинасына мүлде тимеу керек, барынша тигізбеуге тырысу керексіздер, ато тырнақтарыңызды өзіңіздің де клиенттің де тырнағын бүлдіріп аласыздар. Көріп отырғандарыңыздай тырнақтың астында осындай кірлер қалып қойған болса, осылай фрезаның ұшымен алып тастауға болады. Ендігі кезекте кусачкамен жұмыс жасайтын боламыз. Кусачканы қалай пайдалану керегін түсіндіретін боламын. Кусачканы бұлай теріс қоюға болмайды. Дәл осылай түзу орнына қоямыз. Неге теріс қоюға болмайды?
теріс қоятын болсақ, мына жерде көрсетіп отырғандай ұштары сынып кететін болса, косачкаңыз сіздің пайдасыз болатын болады. Пайдасыз болып ешқандай да кутикулды алмай қалады. Енді кутикулдарымызды қалай аламыз? Косачканы кутикулға батырмай, осылай тек қана ұшымен жұмыс жасаймыз. Ұшымен ғана кутикулға барамыз да бір ғана осылай басып қалған кезде өзі-ақ алынатын болады. Если сіздің алған косачкаңыз оригинал, өткір болатын болса, осылай сапасы да жақсы болатын болады. Ал жаңағыдай теріс қоятын болсаңыз, сразу уже қымбат оригинал косачкаңыздан айырып қалуыңыз мүмкін. Дұрыстап бақылап қарап отырған болсаңыз, мен косачканы тек қана ұшымен ғана жұмыс жасау арқылы еттерімізді жоғары қарай итеріп, артында ешқандай да артық қалдық қалмағанын тексеріп отырыңыз. Дәл осылай. Басында бұнымен жұмыс жасау қиын болады, бірақ кейін өз-өзіңіздің қолыңызға жасап бастап, жақындарыңыздың, подружкаларыңыздың қолдарына жасап бастап, осылай жаймен үйреніп кететін боласыз. Соңғы этапта біз бесфорсовый салфетканы обезжиривательге малып аламыз да, осылай обработка жасалған саусақтарымызды сүртіп шығатын боламыз. Енді осы жерден байқауларыңызға болады. Осының басындағы кутикулымыз қандай, без обработка, а мынау с обработкой.